Армысыздар, Ирбис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінұр Хамитқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Идея бар. Аймақ басшысы бизнесті қолдау жөніндегі кеңес құруды ұсынды. Бүгін мемлекеттік қызметкерлер мен полицейлер кәсіби мерекесін атап өтуде. 9 жыл жөндеусіз Павлодарда саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған ескерткішті толық қалпына келтіреді. 72 жастағы Сәрсенбай Қотырашев бүкіл Қазақстанды жаяу аралауды шешкен. Бір жыл ішінде облыстағы шағын және орта бизнес нысандарының саны 1,2 мыңнан астам кәсіпорынға өсті. Аймақ басшылығы кәсіпкерлік саладағы динамика байқалып жатқандығын жеткізді. Десе де даулы мәселелер бар. Бұл туралы облыс әкімі өңірдің бизнес қауымдастығымен өткізген кездесуінде мәлім болды. Өңіріміздегі кәсіпкерлер палатасына жергілікті бизнесмендерден 169 өтініш келіп түскен. Негізінен мемлекеттік сатып алу, жер қатынастары және салық салу мәселелері бойынша қиындықтар кездеседі екен. Бұл ретте палатадағы демеу арқасында жалпы соммасы 7,9 миллиард теңгеге кәсіпкерлердің құқықтары қорғалды. Облыс әкімі аймақтағы бизнес орта дамуының оң динамикасын атап өтті. Шағын және орта бизнестің саны 47,5 мың субъект бар. Соның 1,2 мыңға қосымша өсу байқалады осы 2022 жылда. Шағын және орта бизнесті 135 мың жұмыс орны қамтылған, 1,1 триллион теңгеге продукция шығарылған. Сондай-ақ кәсіпкерлер жиынында кадрлардың жетіспеушілігі мәселесі көтерілді. Өңір басшысы кәсіпкерлерді техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарымен белсенді ынтымақтасуға шақырды. Әбілқайыр Сқақов бизнесті қолдау жөнінде кеңес құруды ұсынды. Оның жұмысын сессиялық кезеңде белсенді жүргізіп, отырыстарда проблемалық мәселелерді шешу қажет екендігін алға тартты. Дархан Бекешев, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Бүгін жұмыспен қамту орталығының мобильді тобы адамдар көп шоғырланған орындарға шықты. Негізгі мақсат халыққа бос жұмыс орындарын ұсыну, еңбек етемін дегендерге бірден кеңес берді. Жұмыспен қамту орталығы тұрғындарға еңбекке орналасу үшін бірқатар бағдарлама ұсынады. Әрбір жұмыс іздеушіге жақын болу үшін жыл басынан 200-ден астам осындай мобильді топ ұйымдастырған. Жылдың басынан бастап жұмыспен қамту орталығына 4 мыңнан астам жұмыссыздар саны тіркелген. Солардың 2 мыңнан астамы жаңағыдай тұрақты жұмыс орындарына тіркелді. Адам жұмыс іздеп жатса, онда бізде еңбек.kz деген сайтымыз бар. Содан вакансия қарап береміз. Немесе егер де мысалы адамдар студенттер болса, оқуды бітірген жаңа ғана диплом алғандар, оларды біз жастар практикасына жібереміз. Орталық мамандары бос орын барлық жұмыссыздар үшін табылады дейді. Сонымен қатар еңбек.kz сайтында қазіргі таңда жәрмеңке өтіп жатқанын еске салады. Арнагүл Исабекова, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Ирбис телеарнасының түсірілім тобы қазір Белоруссия елінде. Олар Майдан жолы жасағымен бірге осыдан бірнеше жыл бұрын Майдан алаңында мерт болғандарды анықтап, оларды туыстарымен табыстыруды мақсат еткен. Бейнесі біздің әлеуметтік желі жаңалықтарында. Оның демеушісі керемет сантех дүкені павлодарлықтарға санитарлық техникалар мен жуынатын бөлмеге арналған жиһаздарды 25% жеңілдікпен ұсынады. Идис Терсанит және Первая марка атты ең үздік әлемдік брендтардың тауарлары акция жариялайды. Ванналар, душ аралықтарына заманауи араластырғыштар, тумбалар мен тағы басқалары. Акция маусымның 11 мен 24 аралығында жалғасады. Мекен-жайы Салковский көшесі 24, керемет сантех. РЖ-дің батырлар жолмен акциясы аясында павлодарлық Майдан жолы іздеушілер жасағы ел тарихында Витебск облысында Ұлы Отан соғысында қаза тапқандарға мемориалды тақта орнатып еске алатындардың алғашқысы болады. Осы тарихи сәттерді көрсетуді мақсат еткен Ирбис телеарнасының түсірілім тобы да солармен бірге. Белоруссия Республикасына тілшіміз Артем Буланов пен оператор Максим Носков жол тартты. Ал олардың сапары жайлы біз күнделікті әлеуметтік желіде хабардар ететін боламыз. Бүгін Ирбис телеарнасы Инстаграм парақшасында оқырмандарынан баспанаңызға қаражат жинап үлгердіңіз бе деп сұраған еді. Бұл тарапта адамдар түрлі жауаптар айтуда. Бірге оқиық. Үй түгілі тамаққа ақша таппай жүрміз ғой. Әрине, осындай бағалармен 5-шісін алып жатырмын. Адамдар неге осындай қымбат бағаға пәтер алады екен? Сұраныс болмаса, ұсыныста болмаушы еді.
Сіз біздің тілшілердің бала кезінде қандай болғанын көргіңіз келеді ме? Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлер күніне орай Ербес телеарнасы арнайы акцияны қолға алған. Кімді тани аласыздар? Қарап жүріңіздер. Жиырма үшінші маусым мемлекеттік қызметкерлер күні. Бұл ретте салада жетістікке жеткен бірқатар мамандар жас әріптестермен тәжірибе бөлісті. Диалогтық кездесуге тілшіміз де қатысты. Тәжірибелі мемлекеттік қызметкерлер диалог алаңында жас әріптестермен еңбек жолында жеткен жетістіктермен бөлісіп кеңестерін айтты. Бәсекеге қабілетті маман болу үшін үнемі білім алу қажет. Нельзя останавливаться, и нужно всегда учиться. Ребята, я вам четко говорю, что самое лучшее вложение – это вложение в себя. У каждого свой сетевой график, у каждого есть... Жас маман басқармаға әкімдікке келгенде университеттен алған теориялық білімдермен қатар тәжірибелік дағдылары бола бермейді. Мысалы, құрылыс нысандарын тексеру, шараларды ұйымдастыру, білім жүйесінде тексеріс жүргізу сынды жағдайларды білмейді. Осындай кездесулер мемлекеттік қызметке көмектесетін тәжірибелерді береді. Қазіргі таңда облыс бойынша 2538 адам мемлекеттік қызметте. Соңғы уақытта жастардың да бұл салаға қызығушылығы артқан. Басым бөлігі әлеуметтік бағытқа бет бұрған. Арнагүл Исабекова, Ильяс Рамазанов, Александр Колесников, Ербес телекомпаниясы. Еліміздің экономикалық халық ахуалына тоқталып, бизнестегі жаңалықтарға шолу жасайтын әріптесім дайын. Арнагүл, бүгін қандай жаңалықтармен бөлісесің? Рахмет, Бибінұр, бүгін алманың бағасына шолу жасап, ең арзаны қайда екен айтпақпын. Қайырлы кеш. Energy-Prom сайтының хабарлауынша, ең арзан алма Молдова мен Украинада сатылады. Келесі шамамен 300 теңге. Бұл рейтингіде оңтүстік Корея көш бастап тұр. 1 килоға 3000 теңге. Қазақстан Беларусьпен бөлесе отырып 19-шы орында. Соңғы мәліметтер бойынша елімізде 1 килограмм алма орташа есеппен 600 теңге тұрады. Бұл жеміс Ақтау тұрғындарына ең қымбат 792 теңге, Павлодарда 620 теңге, Қызылордада ең қолжетімді баға 514 теңге. Ал мега сауда үйі ұйқыға және жайлы демалуға арналған тауарлардың керемет ассортиментімен тағы да қуантады. Райтын зауытынан кереуеттер мен төсеніштердің үлкен таңдауы ұсынылған. Олар айдың соңына дейін қолма-қол ақшамен 20% жеңілдік береді. Бірден төсеніштер, жастықтар мен жатын бөлменің жиһаздарын алыңыз. Мега сауда үйі Назарбаев даңғылы мен Торговая көшесінің қиылысында трамвай депосы аялдамасында орналасқан. Қысқа дайындықты қазірден бастау керек. Эталон меха салонында маусымдық сатылым. Барлық өнімдерге 30%-ға дейін жеңілдіктер. Ресейде жасалған күзен мен қой терісіне жасалған ішіктерді Батырмол ойын-сауық орталығында 2-ші қабатта сатып алуға болады. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыз. Ал 25 маусым күні отандық эстрада жұлдыздарының қатысуымен менің Қазақстаным атты композитор және әнші Серік Мұсалимовтың концерті өтеді. Естай атындағы мәдениет сарайында музыка авторының танымал хит әндерінде тыңдауға болады. Билеттер құны 2000-нан 5000 теңгеге дейін. Басталу сағат 19:00-де. Концертке барып сенбілік кешіңізді көңілді өткізіңіз. Егер сіз әртістің әйгілі хиттерін корпоративте, үйлену тойында немесе басқа да шарада орындағанын қаласаңыз, 8-707-607-0245 телефонына қоңырау шалыңыз. Серік Мұсалимов сіздің кез келген мерекеңіздің сәнін келтіреді. Соңында валюта бағамы жайында. Бүгін Павлодар айырбастау пункттерінде доллар 462 теңге, еуро 485, ал рубль 8 теңгеден сатылуда. Бүгінге осы, сау болыңыздар. Қаладағы коммуналдық мәселелерді байқап, телефонына түсіріп, біздің арнаға жіберіп жүретін тұрғындар бар. Бүгін қандай олқылықтарды анықтады екен? Ол туралы шағын үзілістен кейін айтамыз. Қазір жарнама. Рахат мейрамханасы бұл дәмді ас үй мен лайықты қызмет көрсетудің тамаша үйлесімі. Мұнда сіз жан рахатына бөленіп таңдаулы тағамдардан дәм тата аласыз. Бұл кез келген шара үшін мінсіз орын. Туған күн, үйлену той, корпоратив, тақырыптық ойын-сауық кештері. Осының барлығын оңай ұйымдастыруға болады. Сіздің талғамыңыз бойынша өзгеретін 200 адамға арналған салтанатты банкет залының әдемі ішкі көрінісі. Қызметтердің барлығы жоғары
жоғары деңгейде көрсетіледі. Ас мәзірінде ұлттық және еуропалық ас үйінің тағамдары бар. Осы жерде әр адам жайлы жағдайда ләззат алатыны анық. Ал тәттілерді ұнататындар үшін әдемі және жарық шайхана ұсынылған. Рахат мейрамханасы. Мұнда әрбір мереке керемет сәттерге толы. Сіздің автокөлігіңіз жүрмей қалды ма? Диагностика және шұғыл жөндеу қажет пе? Экспресс жаңа автошеберханасына келіңіздер. Сіздің қызметтеріңізге жүрістік бөліктерді жөндеу, доңғалақ ауыстыру, майларды ауыстыру, салқындау жүйесін шаю, кепілдіктен кейін қызмет көрсету, компьютерлік диагностика, доңғалақтар геометриясын реттеуге арналған компьютерлік стенд, отын бүріккіштерді тазалау, қозғалтқыштарды жөндеу, іштен жанатын қозғалтқыштардың агрегаттары мен трансмиссиясын ауыстыру, газ тарату механизмінің белдіктері мен жетектерін ауыстыру, ажыратқыштарды ауыстыру, заманауи жабдықтар, қолжетімді бағалар, жылдамдық пен кәсіпқойлық. Осының барлығы Экспресс автошеберханасында. Орталық өнеркәсіптік аймақ 2, Hyundai орталығының жанында. Телефоны 8 707 125 70 02. Саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған ескерткішті маусым айының соңына дейін жөндейді. Ол туралы қалалық әкімдікте хабарлады. Тұғырды қалпына келтіру үшін қазіргі уақытта гранит плиталарды алып тастаған. Жұмыс жоспар бойынша жүргізілуде дейді. Саяси қуғын сүргін құрбандарына арналған ескерткіштің жағдайы сын көтермейтін. Оны 2013 жылы ашқанымен әлі күнге дейін бірде-бір рет жөндеу көрмеген. Қазіргі уақытта гранит плиталары алынған. Қалалық әкімдікте жағдайға түсіністікпен қарауды сұрайды. Қазіргі таңда гранит тақталар бекітілген ескерткіштерді қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. Сонымен бірге сынып немесе сызат түскендерін ауыстырып жатырмыз. Жұмыстар маусым айының соңына дейін аяқталады. Естеріңізге сала кетсек, Павлодарда ескерткіштерді жөндеуге сәуір айында кірісті. Бұған бюджеттен 10 миллион теңге бөлінген. Бұған дейін Малайсары Батыр Естай ескерткіштерін ретке келтірді. Айта кету керек, қала бойынша тарихи мәдени мұра мәртебесін иеленген 41 нысан бар. Бибі Нұрхаметқызы, Серік Қонақбаев, Ербис телекомпаниясы. Гагарин көшесіндегі құдықтың сынған қақпағы көліктің зақымдалуына немесе жарақатқа әкелуі мүмкін. Тұрғындар көшеде арнайы бөгет орнатуды сұрайды. Бейне кадрларда біздің жаңалықтар редакциясына жіберді. Мобильді қосымшаның кезекті топтамасын бірге тамашалайық. Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Гагарина, улица. Здесь вот просили полицейского лежачего, так и не поставили. Еще и колодец. Полкрышки нету, короче. Сюда ветки положили, так что не упал никто из детей. Посмотрите, Кулундинская. Прокладывали асфальт новый. Помимо того, что качество самого асфальта, вы посмотрите, как он положен. Во-вторых, вообще, как так можно было делать асфальт? Разберитесь, пожалуйста, по данной ситуации. За домом Тарегорова 6 делали асфальт для остановки. Тут были остатки старого асфальта. Они его раздолбили и положили все нам под деревья. Сложили аккуратненько, чтобы не сильно бросалось в глаза издали. Вот, посмотрите. Кругом куски этого асфальта. Неужели нельзя было за собой все это вывести? ЖКХ, примите меры. Проспект Назарбаева, 291, угол дома. Вот это вот все наделали, да? И вот кто вот это все должен убирать? Можно узнать, как можно людям ходить? Как? Извините, говорю, вот по такому этому. Ни дорог, ничего нормального, ничего нету. Кто это будет делать, кто это будет заканчивать? Будьте любезны, примите, пожалуйста, меры.
Мобильді қосымша айдарының демеушісі Реал жылжымайтын мүлік агенттігі. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Реал агенттігі жылжымайтын мүлік нарығында көшбасшы болып табылады. Мәміле жасау кезінде толық заңгерлік сүйемелдеу, жылжымайтын мүлікті сатып алу, сату саласындағы қызметтердің барлық түрлері. Әр клиентпен жеке тіл табу. Біздің мамандар компаниясы сіздің кез келген мәселеңізді шешуге көмектеседі. Өз уақытыңызды бағалап, кәсіпқойларға оны сеніммен тапсырыңыз. Реал жылжымайтын мүлік агенттігі жылжымайтын мүлік нарығындағы сіздің сенімді серіктесіңіз. Бүгін Қазақстанда полиция күні, оның құрылғанына биыл 30 жыл. Осы орайда қаланың бас сахнасында қызмет бабында адал еңбегімен көзге түскен қызметкерлерді құттықтап, алғыс хат және құрмет грамоталарымен марапаттады. Олардың жұмысы күрделі әрі қиын. Кейде қоғамдық тәртіп пен заңның сақталуын қадағалап, қылмыскерлерді ұстап қана қоймай, адам өмірін сақтауға, тіпті өз жанын құрбан етуге тура келетін сәттер болады. Ішкі істер органдарында 22 жыл қызмет атқарамыз. Әр күн сайын жұмысқа келгеннен бері, жұмыстан оралған кейін бұл сала өте ауыр. Бірақ та біз ант бергеннен кейін, мемлекет алдында ант бергеннен кейін осы жұмысқа белсене қатысамыз да, ешқандай адалдықпен, адамгершілікпен қарап, осы қылмыстың алдыңғы қатарында жүріп жатырмыз. Бүгін облыс басшысы Әбілқайыр Ысқақов ішкі істер органдарының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтап, құрмет грамоталарымен алғыс хаттар табыстап, олардың қаңтар оқиғасы кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі жанқиярлық ерлігі туралы да еске салды. Маңыздысы, облыстағы криминогендік жағдай тұрақты және жыл сайын қылмыстар саны төмендеп келеді. Осының барлығы сіздердің қажырлы еңбектеріңіз және адал қызметіңіздің арқасында деп білемін. Қадірлі жерлестер, осындай мерейлі күні сіздерге және жақындарыңызға зор денсаулық, амандық және табыс тілеймін. Биік белестер мен армандарға бірге жете берейік. Еңбектеріңізге тағы да шын алғысымды білдіремін. Қазақстан полициясының 30 жылдық мерекесі құтты болсын. Полиция еліміздегі тыныштықтың сақталуын тәулік бойы қадағалайтын жандар. Қазақстан полициясы күні өз жұмысын адал атқарып жүргендерге құрмет көрсетілетін және бейбіт өмірде отандастарының қауіпсіздігі үшін өз өмірін берген азаматтарды еске алатын күн. Бибінұр Хамитқызы, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарда қылмыстық атқару жүйесі комитетінің оқу орталығында Мейіржан Аймановқа арналған мемориалдық тақта ашылды. Азаматтық қорғаныс полковнигі 2021 жылдың тамыз айында Жамбыл облысындағы ату жарақтары қоймасында шыққан өртті сөндіру кезінде ерлікпен қаза тапқан. Айта кету керек, Мейіржан Айманов 90 жылдары біздің қалада оқып, осында ант қабылдаған. Марқұмның туысқандары Ішкі істер министрлігінен оқыған орнында естелік тақтасын ашуды сұраған. Бүгінгі шараға батырдың туысқандары Тараз қаласынан арнайы келді. После первого взрыва оправился. Бірінші жарылыстан соң ол өзінің ұлы мен құрдас әріптесін құтқаруға кіріп кеткен. Алайда сол кезде қатты жарылыс болып, оның өмірі қиылды. Ол өмірде ашық, көңілді, үлгілі ұл, үлгілі әке, адал жар болатын әріптестері де қатты құрметтейтін еді. Әсіресе жастар сыйлайтын. Өкінішке орай өмірі тым қысқа болды. Павлодардағы 66-79 әскери бөлімшесінде салтанатты жиын. Мұнда бір жыл бұрын әскери қызметін өтеуге шақырылған сарбаздарды шығарып салу рәсімі өтті. Бұл күн отан қорғаушылардың есінде мәңгі қалары сөзсіз. Олар еліміздің түрлі аймағынан шақырылған сарбаздар. Бүгін олар үшін қуанышты күн. Бірнеше тәуліктен соң отбасыларына оралады. Айтуларынша, әскери борыш кез келген ер азаматтың мойнындағы қасиетті парыз. Ол адамды отансүйгіштікке, қатаң тәртіппен, жауапкершілікке үйретеді. Еркекке жарасатын шақ қасиет, міндет, абырой, ерлік, сол міндет сарбаздың бойына табылатын, сол нағыз жауынгер деп өзім ойлаймын. Келесі жастарға айтатыным, қорықпай келсін, ештеңе емес. Бізде служит еттік, оларда да көрсін. Енді еркек болғаннан кейін барлығымыз көре керек біз деп ойлаймын өзім. Еркек болғаннан кейін енді отан қорғау ол өнер, ерекше өнер деп білемін өзім. Салтанатты түрде әскери бөлімде оларды шығарып салып, рәсім өткізіп, үздік әскери сарбаздарды наградтау рәсімін өткізіп, сонымен құттықтау сөздері ветерандар келді. Біздің мекеменің
жұмыскерлері келді, соны құттықтау сөз айтып, алғысын білдіріп, осындай шара өткізуде. Айта кету керек, бұл сарбаздар Павлодарда қысқа мерзімді әскери қызметін өтеу кезінде қаладағы қылмыстық атқару жүйесі мекемелерін күн сайын күзеткен. Бұл ретте оларға департамент атынан да алғыс хаттар мен естелік сыйлықтар табысталды. Бибінұр Хамитқызы, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Қалалық саябақта экологиялық шеру өтті. Айту керек, акция жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылады. Шараның басты мақсаты жас ұрпақты табиғатқа қамқорлық жасауға баулу болып табылады. Табиғатты сақта шеруі экологиялық акция аясында ұйымдастырылды. Аталмыш шеруге білім ордалары мен жастар ұйымдарынан 75 адам қатысты. Айта кеткен жөн, экология шеруі 2012 жылдан бері жалғасып келеді. Осы акцияның басты мақсаттарының бірі ол табиғатты аялауға шақыру, қарт адамдарға, қарияларға көмектесу, жақсы игі істер істеуге қалай тарту. Акция жас ұрпақты табиғатты таза сақтауға, қорғауға баулиды. Бұл ретте жыл сайын шеруге қатысушылардың саны артуда. 2016 жылдан бері шараға қатысып келе жатқан Азиза Низбаева қоршаған ортаны таза сақтаудың маңыздылығы жайлы атап өтті. Табиғатты аялап, болашақты ойлау керекпіз. Жалпы бізде осындай мақал-мәтелдер бар. Біз марш жасаған кезде осындай мақал-мәтелдерді айтамыз. Табиғатты аялайық, болашақты ойлайық. Парктер шеруі 1 шілдеге дейін жалғасады. Айту керек, ертіс орманы қорығы шарасы жыл сайын дәстүрге айналды. Альфия Омарова, Серік Қонақбаев, Ирбис телекомпаниясы. 72 жастағы қария Қазақстанды жаяу шарлауда. Ол бүгін Павлодар қаласына ат басын бұрды. Сапарда 17 облысты аралау жоспарланған. Қазіргі таңда ата 8000 шақырым жолды артта қалдырған. Сәрсенбай Қотырашев 72 жаста, бүгінде 2 шөбересі бар. Жанарқа ауданының тумасына бұл сапарға шығу туралы ой осыдан 6 жыл бұрын келген екен. Отбасы мен жақындары қарсы болған, алайда егі сапарға шығу мақсатынан таймаған. 31 наурызда Ұлытаудан басталған саяхат қараша айына дейін жалғасады. 9 облысты шарлап, 8000 шақырым жолды еңсерген. Алда 8 облыс бар. Күннің аптап ыстығы да саяхатшы зейнеткерді тоқтатпайды. Ал ұйықтайтын орын болмаса, шатырын құрып таза ауада дем алады. Айтуынша елдің қолдауымен бәрі сәтті өтуде. Уақытты тиімді пайдалануым керек дейді. Бұған себеп бұл сапардағы бірнеше мақсаты. Музейде болдым. Ең бастысы музейде көрдім. Қолөнер шеберлерімен кездестім. Менің мақсатым қолөнер шеберлерімен кездестім. Солардың тізімін түгендеп, ЮНЕСКО өткізу. Қуаныштым Павлодарға келгеніне. Қарсы алып отыр, құрметтеп. Павлодар облысына алғаш рет келген қария өңірдің әдемілігіне тамсанғанын жасырмады. Алда Баянауыл аудан арқылы Қарағанды облысына аттанады. Айта кетейік, ұста шеберінің Ұлытауға бардың ба сапары Ақтау қаласында аяқталады. Альфия Омарова, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Студияға спорт жаңалықтарымен Айтмұхамбет Секелі білгерді. Қош келдің, бүгін қандай ақпаратпен бөлісесің? Сәлеметсіз бе, Степан Луцик Шымкент қаласындағы доданың чемпионы. Сондай-ақ шахмат жарысында Константин Казаков күмісті місе тұтты. Басқа да ақпарат спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз. Маусымның 23 күні бүкіл әлемдік Олимпиада күні атап өтілді. Атаулы датаға байланысты Павлодарда спорт жұлдыздары жеткіншектермен кездесу өткізіп, жеңіл атлетикадан балалар арасындағы жарыс өтті. Әлемнің барлық спортшыларын біріктіретін Олимпиада қозғалысы қазақстандықтар үшін де бағалы. Бұл ретте жыл сайын Олимпиада күнінің тойлануы Павлодарда да дәстүрге айналған. Орталық жағалаудағы шараға жас спортшылар шақырылып, ардагерлер қолынан марапаттарға ие болды. Нагано 1998 Олимпиадасының қола жүлдегері Людмила Прокашева құттықтау лебізін білдірді. Ребята, я считаю, что ничего не... Мен Павлодардың қарапайым баласы болдым. Сендер сияқты осы жерде өсіп, спорт жолын бастап, Олимпиада тұғырына дейін бардым. Өмірде мүмкін емес ештеңе жоқ. Егер сіздер шынымен Олимпиада чемпионы жүлдегері болғанын қаласаңыздар, армандар орындалады. Марапатқа ие болғандар қатарында жақында Парижде өткен гимназиаданың күміс жүлдегері Аружан Жұмабаева бар. Менің ойымша, бұндай күндер біздің жастарымызға керек, өйткені әрбір бала өз жеделінде Қазақстаннан шығып, үлкен соревнованияларға қатысуға
жан ашиды. Сондықтан да спортшылар, медаль алған спортшылар оларға көрсетіп, өз жетістіктерін байланыстырып. Олимпиада күнінің салтанаты оқушылар арасындағы жеңіл атлетика жарысымен жалғасын тапты. Жеткіншектер 300, 400 және 500 метр дистанцияларды бағындырды. Әрбір қатысушыға мерекелік жейде мен бейсболкалар тегін таратылды. Балалар үшін есте қаларлық жиынға айналды. Дархан Бекешев, Елена Белоградова, Валерий Павлов, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлықтар ұлттық спорт түрлері бойынша өтіп жатқан ойындарда тағы бір медальге қол жеткізді. Ауқымды республикалық жарыс Қостанайда аяқталуға жақын. Біздің волейболшыларымыз қоланы місе тұтты. Жартылай финалда аруларымыз елордалықтардан есе жіберді. Үшінші орын үшін Ақтөбе облысымен таласып, қорытынды есеп 2-0. Баскетболшыларымыз болса жарысты 4-ші орында аяқтады. Ұлттық ойындар 9 тәртіптеме бойынша ұйымдастырылды. Ал қазақ күресі бойынша ұлттық ойынның шеберлері Қостанайдан оралды. Онда палуандарымыз беделді жарыстың медальдеріне ие болды. Жарысқа елдің 200-ге жуық палуандары қатысты. Павлодарлықтар жүлделердің толық жиынтығымен оралды. Асылжан Гайсаевты алтын, Қизатбек Абдығалым күмісті місе тұтты. Ал талантты атлет Әлихан Айтжанов тұғырдың 3-ші орнына көтерілді. Мой коронный прием это... Менің сүйікті әдісім бұл арқа арқылы лақтыру және жамбас. Дайындық жоғары деңгейде өтті. Бар күшімді жұмсауға тура келді. Бұл ірі жарыстың алдындағы дайындық кезеңі болды. Алда тағы бір республикалық дода күтуде. Жоспарда Азия дейді, әлем чемпионаты дейді. Енді әлем чемпионаты өтеді деген жоспарда. Енді оқу жаттығы жиыны қойылып, сөзі шақырылып, сөзді оқу жаттығымен қалмай, ары қарай мүмкіндік болады ба деген ойдамыз енді. Қизатбек Абдығалым және Асылжан Гайсаев Қазақстан Республикасының спорт шебері атағына ие болды. Жалпы Павлодар облысының палуандары 10-ші тармаққа жайғасты. Павлодарда футболдан облыс чемпионаты жалғасуда. Спорт Сити кешенінде аймақ біріншілігінің дебютанттары Ертіс 2022 мен Қызылжар ауылының табыс ұжымдары кездесті. Тартысты кездесуде павлодарлықтар жеңіске жетті. Кезінде Павлодар ғана емес, бүкіл Қазақстан мақтанышы болған Ертіс футбол клубы қазір жұмысын тоқтатып тұр. Десе де жанкүйерлері бар. Сүйікті командаларына деген сағынышын биыл жаңа жобаға айналдырды. Белсенділер құрама ұйымдастырып, Ертіс 2022 атымен облыс чемпионатына тіркелді. Команда жергілікті футбол орталығының ересек тобының тәрбиеленушілерінен жинақталды. Алексей Сорокин бастаған бапкер мен шәкірттері бұл ұсынысты қуана қабылдады. Ертістің намысын қорғау үшін үлкен мәртебе. Біз әйгілі клубқа қарап өскен ұрпақпыз. Бірақ бұл жаңадан құрылған команда екен бәрі түсінеді. Соған қарамастан ақ пен көк түстерде өнер көрсетеміз. Ертіс атауында ойнап жатырмыз. Облыс чемпионаты болса да, Ертіс деп өнер көрсету біз үшін құрмет, әрі үлкен тәжірибе. Облыс чемпионатында Ертіс 2022 екінші кездесу өткізіп, осы жолы Қызылжар ауылының намысын қорғайтын табыс ұжымымен кездесті. Жанкүйерлердің қолдауымен жастар шабуылдар мен қарсыласты қыспаққа алды. Нәтижесінде ойындағы есепті алғашқы болып Нұрлан Альхам ашты. Кейін Рахат Ағбай мен Ерназар Дүйсеков есепті 3-0-ге дейін жеткізіп, бұл қорытынды нәтижеге айналады. Айту керек, Ертіс 2022 өткен турда Железин ауданын 5-1 есебімен жеңген еді. Велошабандоздар Маутин Байкаден облыс чемпионатының алғашқы кезең өткізді. Жалпы 3 жарыс. Негізінен кросс-кантри бойынша сайысты. Павлодарлықтармен бірге медаль үшін Тереңкөл спортшылары таласты. Олардың сапында Никита Наливайко және Амина Зайцева керемет нәтиже көрсетті. Ал қожайындардан Данил Журовский топ жарды. Бұдан бөлек, павлодарлық жарға өрмелеушілер елдің абсолютті чемпион атанды. Басты міндет орындау үшін бірнеше рейтингілік ұпай жинау қажет. Спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар.
Алпауыттың хабарламасы бойынша маусымның 24-і, Қамзин 20-24, Естай 101 және Малайсары Батыр 7 бөлшек бір көп қабаттыларына тиесілі трансформатордың күрделі жөндеуі жоспарланған. Сол себепті электр беру аталмыш үйлерге тоқтатылады. Жұмыстар кешкі 17:00-ге дейін жалғасады. Сондай-ақ электр құралдарының ауыстырылуына байланысты Астана Роза Люксембург 29 ноябрь Достоевский шаршысындағы үйлерге жарық беру тоқтатылады. Жөндеу жұмыстары кешкі 17:00-ге дейін жоспарланған. Бұдан бөлек маусымның 24-і дәл осындай себеппен электр беру Назарбаев даңғылы 3 бөлшек 1, 3 бөлшек 2, 5, 7, 9, 11 мекен жайындағы үйлерге тоқтатылады. Күннің басты оқиғалары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Айтмұхамед Айғожа және Бибінұр Хамитқызы. Жақсы күндерде жолыққанша.